Саламатта ағайын, бұл 90 минут YouTube арнасы. Енді Амония мен Қайрат пенальти сериясына тебісендер жатыр. Өкінішке орай мен сіздерді толық матчпен түсіре алмадым. Қазір пенальти сериясын көрсететін боламыз. Қақпа артында пенальти сериясы ойнап жатыр. Темірлан Анарбековке сенеміз енді. Темірлан Анарбеков қақпаға беттеп келеді. Соған қарағанда Амония ойыншылары бірінші болып пенальти тебеді. Бұл сияқты. Ал Селчикке қарсы ерлігіне бір паш ет. Темірлан Анарбеков алға. Ұмыттым бәрі сенде. Қос қақпашы кім бірінші тебетінін, кім бірінші қақпаға тұратынын ақылдасып алды. Біздің Темірлан Анарбеков оңға қарай кетіп барады. Соған қарағанда қайраттықтар бірінші болып топ тебеді. Бірінші болып қақпаға Эдмилсон қақпаға тебеді. Эдмилсон. Амония ойыншысы допты тебендеп жатыр. Қақпаға ал Темірлан Анарбеков қақпаға тұрды. Ал көрейік. Тимош. Ай, жоқ, болмады. Жоқ болмады. Есеп 1-1. Пенальти сериясында. Фабиано бүгін біршама сейв жасап тастады. Амония қақпашысы әрі капитаны. Есеп 1-1. Сонымен гол соқты. Янжалық ойыншы. Фабиано бұл допты қайтара алмады. Темірлан Анарбеков. Темірлан өз кезегін күтіп. Пенальти тебетін команда капитаны Мартинович.
Айбаққа тебетін қарап жатыр. Пожалуйста, я мало кинула. Бәйбек болса ғамат. Фабиано ештеңе жазбаған ау деймін, Маркуау бағанадан бері ойын жүрмей жатыр еді, енді көреміз. Темірлан Әңгірбеков соққыны тосып еді, алайда соққының күшімен қақпаға кетті. Жақпақ қол соқты, енді Амония жұмысшысы үйінде жатыр. Бар ұмыт Темірлан Әңгірбековте. Осы соққыны тосып берсең, ай батырым.
болмады. Амония ойыншысы гол соқты. Aldıda biz. Қайтадан қаһарман достар. Темірлан Анарбеков пенальти сериясында Амонияға қарсы 2-1 пенальтиді қайтарып, Қайрат клубын Чемпиондар Лигасының 3-ші кезеңіне шығарып отыр. Жеңіс ағайын. Айта алмаймын, братан. Я никогда не играл, но как будто я играл, братан. Вообще андай. Нағыз футбол ғой, нағыз футболның эмоциясы болды. Шынымен де, Темірлан Анарбеков man of the match деп айтуға болады шығар. Білмеймін. Осы бала, ё-мо, матчтан дейін овертайм болады шығар дейді. Зачем сол айттың? Пенальти болатын шығар деп айттым еще. Енді оны эксперттік мнение дейді. Ойбай! Бірақ мен айттым ғой, Қайрат өтеді дедім. Ол да эксперттік мнение. Үшінші раундта не болады? Үшінші раундта Құдай қаласа қазір түнгі сағат 12:30-да Левский, Болгария немесе Краеваның жеңімпазын күтеміз. Сөйтеміз да айырып Құдай қаласа плей-оффқа өтеміз. Ол командалардан өте аламыз. Мен оны да қарағам. Экстра тайммен емес? Жоқ, смело өтеміз. Себебі ол командалар Амониядан мықты емес. Бастысы біздің жігіттерге қазір жақсылап демалып алу керек. Мен жаңа бір-екі жігітпен сөйлестім, Матамен де сөйлестім. Жақсылап демалыңдар, ештеңке ойламаңдар, болды. Қазір демалу қажет. Одан қалса бір жақсы Қазақстан Премьер-лигасының Қайратта ойыны жоқ қазір. Демалады. Ол керемет. Себебі қанша? 14 күнде ма, 16 күнде ма, 5 па 6 ма ойын ойнап тастады. Осылай достар, каналға тіркеліңіздер. Совместка киіңдер. Бұндай сезімді әлем чемпионатына сезе алдыңыз ба сіз? Жоқ, әлем чемпионаты вообще деңгей емес қой. КПЛ-ға, осы ЛЧ-ға жетпейді по-любому. Финалда жетпейді, қаншама да билет. Сколько он бы не стоил, вообще жетпейді. Осы нағыз футболның эмоциясы. Достар, осымен видео аяқталды. Өте қызықты, өте қысқа, өте біртүрлі бір видео болды. Өзім де бұндай матч болады деп ойламадым, себебі білмеймін, Қайрат жеңеді деп ойладым ба, немесе жеңіледі деп ойладым ба, бұндай пенальти сериясы болды, бұндай эмоция аламын деп матч алдында мүлдем ойламадым. Алматы орталық стадионы қазір тым-тырыс, ешқандай жанкүйер жоқ. Енді кешірім сұраймын, енді бұндай видео болғанда. Так, стадионда болғандай, алаңда жүргендей пенальти сериясының эмоцияларын сезіндірді деп ойлаймын. Лайк басып, тіркеліп кетулерін сұраймын. Сау саламатта болыңыздар.